Bizden elden jigitleri, jigitlerдің төресі, olar жайлы ағайын жұрт не білесің сен озу. Olar жайлы айтылмайтын биік мінбеден, өткен олар ақиқатпен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі ол. Біздің елдің жігіттері ұлым мұхит кемесі ол. Осы елден бақпенен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осал жерге қағылатын біздің елдің шегесі. Олар жайлау білгің келсе, ортасына түсіп көр. Солар жүрген жолдар менен дәтің болсай жүріп көр. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер. Аштық, ажал деп өйтіп қатты кетпейік. Аз-маз азық тапшылығы бар, бірақ бәрі өкіметтің қарауында дейді. Базарбек, сол аз-маз тапшылықтан жұрт шыбынша қырылып жатыр. Талайы барып көзбен көріп келді. Енді соны саған дәлелдеуім керек пе? Семейдің өзі ет салығын толтыра алмай отыр. Мал жиылмайды ол жақтан. Ей Антұрған! Саған адам өмірі қымбат па, әлде еттің салығы қымбат па? Әкіреңдемей отырыңыз. Мен үкімет адамымын. Өкімет адамы болсаң, өкіметіңмен қосып әкелеріңнің қақ шекесі. Қоямысың, қоймаймысың? Қоя алмаймын. Менен қорқпасаң да, зәкімнен қорқ, түрмеде шересің. Қысымызып, шіренбе маған. Мен қорқсам Құдайдан ғана қорқам. Ана демі бітіп, өліп бара жатқан мұңдас, қандас, бейшара бауырларының қарғысынан қорқам. Ал ол аянышты қолдар, мақшарда сенің де жағыңнан алып ұмытпа. Елдің сұлтаным мен, біздің елдің ұлтаны. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен, біздің елдің